көре алса, алты алаш. Азаттығым қадырым жабылғанда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттылық әр сәтті аманат қой, маған, саған, оған да. Уайымды құным менен өлшенді. Сенің сен ұзақтарым өсеуді. Сенсің мен ең ғажайып өлеңім. Ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр тәнімді сүйіншілеп тұрайын. Құдай берген ғұмырда өлшеулі. Тәуелсізбін мен бүгін. Келді міне азаттығым теңдігім. Бостандықта байлығым мен ендігім. Шешіл енді шемен болған жерлі үнім. Қарсы қарап қатал мынау заманға. Айналдық біз қайтпас қайсар қамалға. Алды бүгін тәуелсіздік тау-тасым, орман көлім, далам менен баламда. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз, арым менің, жарым менің тәуелсіз. Тудың жол берілгене қазақтың асқақ беделі, махаббат, қайрат, екеулік, шымырлатқаны денене. Көк тудың жол берілгене жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту жан емес, маған керегі. Көк тудың жол берілгене, еудектен асқақ өліне. Ар жаққа тартпай қазағы, бір сөзге жинал дегене. Пальчева Мария. Тәуелсіздік сөзді қандай тәтті. Оны аңсаумен жылдар өтті, кеш батты. 91-де қой жылы, жыл 90-да аңсаған азаттықтың таңы атты. Білемін, мен Рысқұлбеков қайратты. Жан еді ол арыстандай айбатты. Жаны жайсам, есіл боздақ өлгенде. Таң атпады, күн шықпады, ай батты. Аза тұтып, аспан тұтып, жер жатты. Жүрек жұтқа жолбарыстай ай батты. Ұмытпаймыз назар менен қайратты. Отаны үшін отқа түсті. Қорықпай өмірлерін құрбандыққа байлапты. Есімдерін ұрпақтарын жатайды. Өрліктерін мәңгі есте сақтайды. Тәуелсіздік туын биік көтеріп, төлін дінін ешкімге де сатпайды. Тәуелсіздік қазағыма оңайлықпен келді ме? Біздер үшін ұзақтарым қанымды көрді ме? Кетті олар келмейді енді мына жақын өмірге. Бәлкім олар қазағымның болашағын білді ме? Тәуелсіздік халқымыздың үлкен биік мақсаты. Олардың аңсап өткен асыл қымбат арманы. Сол арманға жетіп міне мақтанамын бүгін мен. Дауысым сізге қазақтың. Оқушысы Размов Светлана. Махаббат жар болсын, тәуелсіздік тұғыры. Толқын жырлар тулайды жүрегінде. Тәтті ұғым туралы тілегінде. Тарту еткен тағылым мерімен, тәуелсіздік тұғырым
нұр елінде. Тарихымнан салмақты өтелемін. Тереңдегі тамырдан бой көрем. Тектіліктің тамаша символындай, тек тұрады түрінде бәйтерегім. Төре хандар қалаған бұл хандықты, тен көрмейді өзіне бодандықты. Түрлі сындар тосынан тартылса да, татулығы бұл елдің одан мықты. Тебірінсен тарихым жайлы сұрап, тепірішке түстім ау қайғы құрап. Тәубе деймін бүгінгі тағдырыма, тәуелсіздік халқымның байлығына. Тәтті күнін нәр алып тынығынан, түрлене түсін қалам ұлы далам. Талай тарлан боздақтар аңсап өткен, тәуелсіздік таймасын тұғырынан. Сәлеметсіз бе? Мейірбек Эмир Әли 3-ші есімді. Тәуелсіздің Мадияш Хасан ұлы. Тәуелсіздің мен бүгін азат болдым. Еркін болдым мен бүгін кең даламда. Ағып жатқан өзендей тау тасында азат болып кел бүгін. Тәуелсізбін, келді міне теңдігім, азаттығым, еркіндігім, елдігім. Қазық қағып, белгілеген жерме басып кіріп, қорқытамас енді ішкім. Тәуелсізбін, жетті ұлы арманға, жетті қазақ бейбіт мына заманға, жетті елім биік шыңға аңсаған, енді халқым сол биіктен құлама. Желтоқсан жаңғырығы. Желтоқсанның 16-сы бараш жылы сестен. Ауыр ойлар мазалайды, көтербейді несен. Неткен сұмды қазақ, шеттен келген бір орыс, билемекші қазақ елі, басқаны ақша кетсен. Келіспеді тек арлы қазақ жастары, қорықпады, шықты алаңға, қосылды да бастары. Қарсы тұрды партияға, ойын ашық білдірді. Жеді таяқ бас жарылды, жұлынды да шаштары. Арқалады болса да ауыр, тәуелсіздік нар жүгін, көрсетті де азаттық, еркіндіктің даңғылығын. Елі үшін, жері үшін өмірін де қияды, дәлелдеді жер бетінде қазақ ұлты барлығын. Өтті 591-де орындалды арманы, өзінікі енді оның тауы тасы орманы, өзінікі аққан суы, соққан жері аспаны, сол елдің біз болашағы, үміт күтер қорғаны. Сүйемін мен шексіз шетсіз Қазақстан даласы, әрбір үй, әрбір кеше, ауыл мен қаласын. Сүйемін мен абыз ата, мейірімді мен анасын, даму жолын таңдап берген Нұрсұлтандай баласын. Қазақстан егемен ел, ұлы достық мекені.